ажиотаж болып жатыр ғой. Судай жаңа құданы құттықтамаққа жеттік міне. Ақсакеш құтты болсын. Міне той құтты болсын. Міне, сізге де жұмыс болсын. Мен бірдеңе айтайыншы. Ал айтшы. Бүкіл осы шақырудың ішінде ерекше қуанып, өзімнің, Жәкебай, рахмет. Ерекше өзім ұлым үйленіп атқандай қуандым деген ерекше құттықтауды мен Қарақаттан естідім. Көбісі келеміз деп жауап жазбағанмен қоймай, той құтты болсын деп айтпайды екен ғой. Қарақатта алтының сол. Иә, шын мәнінде қуандық. Иә, қуандық. Аумин. Болатымыздың тойында жүгіріп Аумин, той жұғысты болсын. Қандай керемет мына жердегі атамасы. Мен Қарақат қанша жерде сұхбат бердім сен. Қарақат сияқты ешкім қуанбады-ау. Ерекше толқыды мен. Жаным көзіме жас келіп кетті. Құтты болсын. Екінші фишка, просто пользуясь случаем, жастарда құтты боласың. Әділет, қойларыңыз құтты болсын, елдеріңіз сау болсын, әлемдегі ең бақытты жұптардың бірі болыңдар деп айтылмас күнімізге байқауды микрофон тимейді. Шәкенжанның баласының тойы. Қазақтар, дуалы сөздері, қонақтарымыз, келген батылардың бәрі қабыл болсын. Біз на местеміз. Аға, дұрыс па? Жүрегі жылы адамды ең жақсы көреді. Жүрегі жылы адамды... Қазір осымен кейін біз тосқа шығамыз, бақыласа. Қойғамда екеуді келіпті. Қандай оймен шақырды бұл екеуін? Нұрбан құрдасы меніңіз. Қандай оймен шақырды? Осы екеуі жүргенде біраз болды. Арабатында бала болмады. Шабыт келді да маған. Қалай келді десе, абаймен ұрысып қалып келді. Абай бейнемен. Мақсат өткенде маған шабыт келді да, өлең шығардым да. Шабыт қалай келді десе, абай бейнемен ұрысып қалған бой сұрап шабыт. Менің шабытымды байлап отқан абай екен бой. Әбеке, ұят болды, төпкен. Бағымды байлап отыр. Менің бағымды байлап отыр. Әбекеңе жер қой көріп болды. Әбеке, ресторан құтты болсын. Берекесін берсін. Уташка. Бүгінгі кеште ерекше бір мақтағым келіп отыр, себебі телевизиялық түсірілімде түрлі шоу көрдім, шоуды жүргіздім де, бірақ мұндай ерекше форматта бірінші рет ұнап жатыр ма сіздерге? Енді бар ғой, шыны керек негізі осы той басталғалы бері, 5 айдан бері телевизор қоссам осы той, радионы қоссам осы той, инстаграмда ашсам осы той, тиктокта ашсам осы той, шыны керек үйде утюбпенен пылесосты қосып оқырып отырмыз, осы тойды көрсетіп кетемін деп қазір. Шыны керек, сондықтан қадырағай, бұның барлығы шынына келгенде бұл әділеттік емес, Сәкен ағамыздың абыройы. Жас Сәкеннің абыройы балаға 40 жыл асыл болады дейді. Міне, Сәкен ағамыз аяғын ғана сондықтан шығып, аяуға қазақ елінің азаматына айналып қадырағай. Қол соғып қошеметтеп қояйық.